Сәлеметсіздер ме, 3-ші сынып білім алушылары? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы разрядтан аттамай 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлу. Былайша айтқанда біз бағандап бөлуді үйренеміз. Бүгінгі сабақ мақсаты 3 таңбалы сандардың разрядтық және кластық құрамын және разрядтық бірліктердің жалпы санын анықтап, разрядтық қосылғыштар сомасына жіктеуді үйренесің. Олай болса, дәптерімізді ашып, бүгінгі ай күнді жазайық. 14 ақпан сынып жұмысы. Номер 1 тапсырмаға назар аударайық. Суретте кімді көріп тұрмыз? Бұл Архимед. Архимед фигуралардың ауданын есептеудің ортақ тәсілін тапқан болатын. Ал енді номер 1 тапсырмадағы кестені дәптерімізге сызып алайық. Қазір біз сіздермен 3 тік төртбұрыштың ауданын, ұзындығын және енін табатын боламыз. Сәйкесінше тік төртбұрыштың формуласы ауданын табу А мен Б-ның көбейтіндісіне тең. Яғни ұзындығы мен енін көбейтсек, бізде тік төртбұрыштың ауданын таба алады екенбіз. Балалар, қане бұл есепті өздеріңіз есептеп шығарып көріңіздер. Бірінші тік төртбұрыште ұзындығы 12 см, ені 8 см берілген. Сіздерге ауданын табу керек. Екінші тік төртбұрышта ауданы мен ені берілген, ұзындығын табасыздар. Ал үшіншісінде бізде ені белгісіз, ұзындығы мен ауданын пайдалану арқылы енін табу керексіздер. Олай болса, дәптерлерімізде жауаптарымызды тексерейік. Дұрыс шығардыңыздар ма? Бірінші тік төртбұрыштың ұзындығы 12 см, ені 8 см, ауданы ұзындығы мен енінің көбейтіндісіне тең, яғни 96 см-ге. Екінші тік төртбұрышта ұзындығын табу үшін ауданын еніне бөлу керекпіз. 480 мен 10-ның бөліндісі 48 см-ге тең. Үшінші тік төртбұрыште енін табу үшін ауданын ұзындығына бөлеміз. 75 пен 15-дің бөліндісі 5 дециметрге тең. Жауаптарыңызды тексеріп алыңыздар. Ал енді жазбаша бөлу алгоритміне көшейік. Бөлудің қалай орындалғанын қарайық. 286 мен 2 санын бағандап біз қалай бөлеміз? Бірінші жазамын. Бөлінгішті 286 және бөлгішті. Бірінші толымсыз бөлінгіш 2 жүздік. Бөліндінің мәнінде 3 цифр болады. Яғни бірінші 2 жүздікті бөлеміз. 2-ні 2-ге бөлеміз, 1 шығады. Бөліндіге 1 санын жазамын. Тексереміз, қанша жүздікті бөлдік? Ол үшін біз 1 мен 2-ні көбейтеміз тексергенде. Сонда 2 саны жүздіктердің астына жазамыз. Аз айтқанда 2 мен 2-ның айырмасы 0-ге тең. Жүздіктер толық бөлінді. Келесі ондықтарды бөлемін. 8 бен 2-ні бөлемін. Бөлгенде 4 санын жазамын. Бірліктерді бөлемін. 6 мен 2-ның бөліндісі 3-ге тең. Бөліндіге 3 санын жазамын. Енді жауабын оқимыз. 143. Осылай жазбаша бөлу алгоритмін пайдаланып, номер 3-ті және номер 4-ті шығара қойыңыздар. Номер 3-те өрнектерді баған түрінде жазып есептейміз, ал номер 4-те есептің қысқаша шартын, шешуін, жауабын жазып, есептің белгісіз айнымалысын табамыз. Келесі қалыптастырушы бағалау тапсырмасы сіздерде бөлу амалы берілген. Бұнда барлық бөлу амалдарын жазып алып шығарамыз. Үй жұмысы 5-ші тапсырма 62-ші бетте. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.